Сәлем. Бұл видеода YouTube'тан қалай ақша табу керектігін айтатын боламыз. Негізінде YouTube'тан ақша табудың көптеген жолы бар. Оның біреуі барлығымыз білетін ол монетизация. Мен оны мына видеода толығымен айтып өттім. Сол видеода монетизацияға қалай қосылады, қалай жетеді, тағы да басқа қалай ақша табуға болады деген сияқты барлығын түсіндіріп өттім. Ал қазіргі видеода менің сіздерге түсіндіретінім искусственный интеллект, яғни жасанды интеллект арқылы ақша табу жолы. Мына суретті 3-ақ минуттың ішінде қалай мынандай бомба суретке айналдырғанымды көрсететін боламын. Уайымдамаңыз, сізден бір қатты асып баратқан қабілет керек емес, яғни навык дейміз ғой. Дизайнерский болсын, видеография болсын, онда ештеңе керек емес. Сізден керегі тек идея және де ақша табуға деген құлшыныс. Ендеше кеттік. Білем, қазір сәл түсініксіз де болуы мүмкін, бірақ тақанса көре беріңіздер. Ең алдымен біз Google'дан Gemini немесе оны сіздер телефондарыңызға көшіріп алсаңыздар да болады. Мен қазір ноутбукпен жасап отырмын. Осы сайтқа кіреміз. Бұл бізде жасанды интеллект Google'дан. Сіз мына жаққа қандай сұрақ қоясыз, соған жауап береді. Немесе қандай промпт жазасыз, соған байланысты сізге сурет шығарып беретін болады. Дәл осы ситуацияда мен өзімнің кейсімді сіздерге түсіндіретін боламын. Мен спикер Омарбек деген ағайдың видеосын YouTube'қа жүктеуім керек болды. Бірақ ол кісінің дизайнері дизайнды үлгермеді жасауға. Видео уже шығайын деп тұр. 3-ақ минут қалды шығуына. Мен сол кезде ешқандай да саспай, өзімнің жасанды интеллектте білетін қабілеттерімді пайдалана отырып, ол кісіге превьюшка жасадым. Бірақ мен ешқандай да дизайнер емеспін. Бұл кісінің YouTube'тағы сабағының тақырыбы тренд мамандықтар болды. Соған байланысты мен осы Gemini'ға осы кісінің суретін жібердім да, астына промпт жаздым. Өзімнің идеямды. Бұл кісіге 6 қол қосып, және де оған әр қолына укол, дрель, портфель деген сияқты нәрселер ұстатып қой дедім, және де аузын кішкене ашып, таңғалып тұрған сияқты болсын дедім. Орысша, егер қатты қиналсаңыздар, мен сияқты қате-қате жаза берсеңіздер болады, түсінеді. Мен де орысшадан асып баратқан білімді емеспін. Міне вот типа крича мынау деген сияқты. Енді результатты қараймыз. Мінекей достар. Мынаған 20 секунд ойланды. Ойланғанда 20 секунд жасады. Мен айтқан 6 қолды қойған, укол, дрель деген сияқты неше түрлі заттарды сатқан, және де қолына портфель сатқан, және де аузын ашып таңғалып тұрған сияқты болған. Қараңыз достар, қандай керемет, мынаны дизайнерлер қиналып 2 сағат жасайды ғой негізінде. Соны искусственный интеллект бізге 20 секундның ішінде істеп берді. Көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде водяной знак бар, бұның форматы YouTube-тың превьюшкасына келмейді. Сондықтан мен бұны скачать етіп алдым да, одан кейін ChatGPT-ға кірдім. Мінекей, қараңыздар енді, қызықты. Бұл да тегін. Осы жаңағы сурет скачать етілген суретті алдым да, ChatGPT-ге салдым, оған былай промпт жаздым. Маған YouTube-қа превьюшка керек, және де оған тренд мамандықтар деп жаз деп. Просто өзінің на усмотрение ChatGPT-ға сала салдым, потому что менде уақыт өте аз, идеямды қосқан жоқпын. Сөйтіп, енді маған ChatGPT-дің 20 секундта не істеп берген қараңыздар. Бабах! Мынау енді вообще керемет. Адамды фоннан қырыққан, ақ фоннан қырыққан, артына от қойған, мұны прям айқайлап тұрған суретіне байланысты тренд мамандықтар деп қатесіз жазып берген. Көріп тұрғандарыңыздай өте таңғаларлық нәрсе, жасанды интеллект деген қазір өте дамып жатқан нәрсе. Бұл нәрседен қалып қоймауымыз керек, үйренуіміз керек. Сондықтан да мен сіздерге жасанды интеллектті үйретіп бастадым. Осы суретті алдық та YouTube-қа солай жүктедім. 3-ақ минуттың ішінде жасалды. Енді бұны біз қазір іздеп көрейік. Көріп тұрғандарыңыздай новинка деп шығып тұр, 3 күн бұрын шыққан. Өте керемет превьюшка. Басқаларынан төмендегілерден өте ерекше, кликабельный, CTR-ды көтеретіндей толық искусственный интеллектпен жасалған. Сіздер де өздеріңіздің YouTube каналдарыңызға Instagram болсын, ешқандай дизайнер жалдамай, өздеріңіз жасанды интеллект арқылы жасап отырсаңыздар болады. Ал енді Арнұр, бұдан қалай ақша жаса деп отырсың дейтін болсаңыздар, сіздер дәл осындай спикерлер, мұғалімдер және тағы да басқа YouTube жүргізетін адамдарға жазып, оларға өздеріңіздің осындай услугаларыңызды ұсынсаңыздар болады. Оларға жазып, өздеріңізді таныстырып, өздеріңіздің осындай жасаған жұмыстарыңызды көрсетіп, YouTube каналдарындағы превьюшкаларда ақшаға жазып беріп отырсаңыздар болады. Бұл да бір қосымша табыс. Немесе дәл осындай баннер жасай алатындарыңызды Instagram-ға, TikTok-қа көрсетсеңіздер, клиенттер сіздерге өзі-ақ келетін болады. Сонымен қатар, дәл қазір мына шығып тұрған менің видеомның
видеоның превьюшкасы да аз уақыттың ішінде тегін искусственный интеллектпен жасалған. Мінекей, дәл осылай тегін мүмкіндікті пайдаланып, аз уақыттың ішінде ешқандай ақша жұмсамай өздеріңізге превью жасаңыздар болады, және ол превьюді басқа адамдарға ұсынып сатсаңыздар да болады. Солай достар, ютубтан тек монетизациямен ғана ақша табуға болады деген әңгіме жоқ. Осындай жаңадан шығып жатқан инструменттерді, жасанды интеллекттерді пайдалана отырып та табысқа шыға аласыздар. Бұл мүмкіндікті пайдаланыңыздар, бұл кемеден қалып қоймаңыздар, үйреніңіздер. Алдағы уақытта сіздерге тағы да керемет видеоларды, искусственный интеллектті үйрететін боламын. Сондықтан да маған тіркеліңіздер, видеоны лайк басыңыздар, түсінбеген жеріңіз болса комментарий жазыңыздар. Қош сау.